Оқушылар, бүгінгі тақырыбымызды бастаймыз. Болжалатса арқылы бүгінгі тақырыпты анықтап алайық, иә ма? Мына видеоға назар аударайық. Сонымен тақырып қандай? Семей полигоны. Бәріміз кітабымызды ашамыз, 35-ші бетте. Жалпы сендер ядролық өндіріс, ядро туралы не білесіңдер? Нақтылап өздерің ойларыңды айтып кетсеңдер. Иә. Жардыңыз қой ядро. Семей полигоны туралы не білесіңдер? Дәлелдерді Қалыппен жарайды, ғылыми стильді. Тақтада ғылыми стиль туралы жазылып тұр, кім оқиды? Я оқи ғой. Давай, Жан. Тез оқимыз. Әлемнің ең қауіпті қарулардың бірі, себебі ол өзімен қатар басқаша көп радиация алып келеді. Соның кесірінен кейбір көптеген адамдар мутацияға ұшырайды. Дұрыстығын дәлелдеу үшін ғылыми стильге нақтылық, мазмұн, дәлділігі қажет. Ғылыми стильдің лексикадағы ерекшелігі сөз тек өзінің негізгі мағынасында жұмсалады. Сөздің көп мағыналылығы, бейнелі сөздер мұнда аз кездеседі. Сондай-ақ сөйлемшілердің қалыпты орны, тіл нормасы қатаң сақталады. Ғылым салаларының ерекшеліктеріне қарай әр саланың арнайы термин сөздері болады. Мысалы, тіл білімінде лингвистика, лексика, фразеология тағы да басқа да. Физикада анод, атом, салмақ, шама тағы да басқа кездеседі. Сонымен бірге белгілі бір ғылымның саласында қолдану аясына байланысты жалпылама лексиканың кейбір сөздері термин сөзге айналады. Көптеген мутациялық ауруларға шалдыққан болатын, және де ол 1979 жылы жабылған болатын. Или 92 жылы жабылған болатын. Тағы кім айтады? Я кім өзінің ойын айтқысы келеді? Айтын айтқанда ядерлі бомбаларды көп жерде тестировать еткенде так, это Вторая мировой кезінде кирпичный ядерная бомба. Каждый судың үстіне себіп тұр. Ол жарылса өледі. Ылғи-ылға басып, дамып отыратыны белгілі. Ғылымның дамуымен бірге жаңа ғылымдар туып отырады. Ғылыми стильдің 3 түрі бар. Таза ғылыми стиль, ғылыми оқулық стилі, ғылыми көпшілік стиль. Энциклопедиялар, ғылыми танымдық журналдар, газеттер мен сайттардағы ғылымға қатысты мәтіндер ғылыми көпшілік стильде жазылады. Оқулықтар мен оқу құралдарындағы ғылыми ақпараттар. Кешіріңіз. Енді осыны ал жеткізді, кім түсініп бере алады? Өз ойларыңды қалай түсініп бере аласың? Қысқа ғана өз тілдеріңмен. ғылыми стильді айтатын болсақ, одан ғылыми тұрғыда қандай да бір
біртіндеп тапсырмалар және де ғылыми стильдер арқылы біз қандай да бір жобаны қорғай алсақ болады. Сол жоба жайлы яғни экспедициялық тұрғыда жазу, зерттеу, сол ғылыми стиль түрде. Бәрімізге түсінікті ғой, ғылыми стиль не екені. Енді келесі тақырыпқа өтейік. Бірінші тапсырма, Семей полигонында ядролық жарылыстың қай түрі жүргізілгенін анықтап, ақпарат көздерінен Семей полигонына қатысты статистикалық мәліметтер тауып, онда болған ядролық жарылыстардың табиғатқа тигізген зардабын есептеңдер. Барлығымызда телефон бар ғой? Сол телефон арқылы осы Семей полигонында қандай жарылыс болды, ол қашан болды? Семей полигонында не барсың? Соның ғажаптары, ол қай жылдары? Семей ядролық полигоны 1900 жүйесінде алынды. Және де Семей полигонына жақын нақты сол аудандарда жетілудегі әртүрлі ауытқулар, пәндік және естік кемшіліктер арқылы сәбилер дегенге ерекше көп келді. Мамандардың айтуынша соның бәрі қысқа мерзімде және қалдықты радиацияның кесірінен болған генетикалық мутациямен байланысты. Бұл аймақтағы ауруларды есепке салу 1990 жылға дейін мұхит жасырылып келді. Семейдегі ядролық сынақта салдарынан соңғы жылдары әр 100 мың адамға шаққандағы жүзге психологиялық ауруларға шалдыққан адамдар саны 960-тан 1624-ге, ақылы екем адамдар 3100-ден 4612-ге, Евро және атом бомбаларын сынақты өткізу үшін арнайы 18 миллион гектарға жер бөлініп, яғни Семей ядролық полигоны ашылған болатын. 1949 жылдың 29 тамызында Семей облысында таңғы сағат 7-де жерден 38 метр биіктікте қуатты 20 килотонндық алғашқы атом бомбасы жарылып, сынақтан өтті. Бұл жарылыстан орта есеппен 9 мыңдай жейтін адам 100-250 рентген мөлшерінде радиация қабылданған болса, 1963 жылдар аралығында аса қуатты бомбалардың жарылысына 2 миллионнан аса жазықсыз халық 300-400 рентген мөлшерінде радиация қабылданған болатын. Және де 456 ядролық және термоядролық жарылысты құрады. айтамын. Жылы алғашқы жарылысын өткізді. Арнайы 18 гектар жер бөлініп, 456 жарылыс болды. Оның 88-і ауада, 30-і жерде, 340-і жер астында жарылған болатын. Бағана айтып кеткендей, адамдар көптеген осы зардабынан адамдар мутацияға ұшыраған болатын. Оның себебінен және оның басқа түрі қандай, қалай аталады? Мұндағы сынақтардың жалпы саны 456 ядролық және термоядролық жарылысты құрады. Олардың 116-сы ашық болды, яғни жер бетіндегі немесе әуе кеңістігінде жасалды. Семей полигонында әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе көп болды. 1949 жылы 29 тамызда тұп-тура таңғы сағат 7-де көз ілеспес жылдамдықпен ұлғайып бара жатқан отты доп кенеттен жер денесінен қадалып, оны шарпып өтіп аспанға көтерілген. Отты шардан соң сұрапыл қуат пен көзқарас тұрар сәуле бас айналдырып жібергенде бір сәтте жер қабығының ыстық күлі мен иісі көкке көтерілген. Тұңғыш атомдық жарылыстың радиоактивті бөлімінде аймақтың барлық елді мекендері жабылып қалды. Көші-қонған әскери объектте не болып жатқаны туралы тегіндей түсінуге жоқ. Жапондарға алғашқы тұрғындары радиациялық сәуленің сұмдық дозасын алды. Халыққа сынақ туралы ескертілмеген еді, ядролық жарылысы туралы халыққа 1953 жылдан бастап қана
тарапынан уақытша көшіру болады. Қарабайыр қоршаған объектілеріне оларға немесе кейбіреулерге жасыру кездері көзделеді. қиып аласыз ба? Сутегілік қауымы әрқайсысы екі бұйымы қиып талап бірде 13 минут өтті. Сутегілік қауым Республикалыққа кетіп тұрған, республикалыққа кетіп тұрған. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолынан өзіне машина отырып мақала өзара байланысқан аңқын тізбектен тұрады. Автор мақала жазуды түрлі құралдары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің тұңғыш президентіміз осы ядролық қару жайлы көптеген мақалалар айтқан болатын. Біреу деген ядролық қару деген ең қауіпті қару-жарақтардың бірі, себебі біз егер де ядролық қаруды әлемде ұстана кетсек, біз қазірде бақытты өмір кеше алмайтын едік деп Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан болатын. Мен бұл ойымды толықтай келісемін, себебі ядролық қаруды қамтамасыз ету үшін ол көптеген ақша, және де ол біз сынақтан өтсек біздің құнарлы жерлерімізде және де кең мәйдан жерімізден көптен көп айырылып қаламыз. Қыздар, я тоқтауға тұрып отырмыз. Сенің пікірі лицензия, журналистика, сонымен қатар ғылыми және көркем әдеби сөйлеу жанры латын тілінен аударғанда рецензия, баға хабарлама, сын, бір нәрсе туралы жазылған пікір деген мағынаны білдіреді. Сенің пікірі жаңа шығарма жайлы көпшілікті хабардар етіп, жазушы немесе ғалым жазған зерттеуге баға беріп, жөндеу үшін жазылады. Онда сол еңбекке пікір жазушы адамның өзі көзқарасы баяндалады. Бағасы беріледі, еңбектің жетістігі мен кемшілігі айтылады. Кейде оны жетілдіре түсу үшін ұсыныстар көрсетіледі. Сыни пікір білімі автордың талдарына байланыстырылады. Сыни пікір ең алдымен ғылыми негізде объективті түрде баршаға түсінікті стильде жазылып, шығарманы жазған авторға да шығарманың оқырмандарына да пайда келтіруі тиіс. Қазіргі кезде ең көп таралған рецензиялардың бірі ғылыми жұмысқа берілетін баға. Рецензияда нақты ғылыми талдау немесе әдеби шығармаға кәсіби талдау жасалынып, сыни пікір не эксперттік қорытынды беріледі. Жақсы. Енді осы рецензия туралы тапсырма бар. Рецензияның жазу үлгісі табиғатты қастерлік мақаласына А что 0,5x? 0,5x тұр ғой, түрі соған түсірем ба?
Дарья мұғалім деймін ғой, Дарья мұғалім. Сейчас көңіл күйім болмайды. Көңіл күйім болмады. Сендер сейчас қойды. Мақала авторы өз тақырыбын жетік меңгерген. Мақаланың авторы Егемен Қазақстан газетінің авторы. Тақырып ол тақырыпты толық ашқан және мақала ол өзара байланысқан ой тізбектен тұрады және автор мақала жазуда түрлі тілек құралдары шебер пайдаланды. Еңбектің тақырыптың маңыздылығын сипаттап және дәйектерді жақсы қайтарды. Жақсы, отыра ғой.